Жүкті кездегі қауіпті белгілер қандай, және де біз қай уақытта гинеколог дәрігеріне барып көрінуіміз қажет, немесе скорый шақырып роддомға баруымыз керек? Міне сол туралы талқылайтын боламыз. Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңдақжыныс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог, косметолог және де нутрициолог дәрігермін. Менің осындай пайдалы ақпараттарымды үнемі өткізіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіз. Ұнаса лайк басыңыз, және де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий жазсаңыздар болады. Сіздерді күтемін, достарыңызбен бөлісіңіздер де болады. Ал кеттік, осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Ең бірінші жүкті кездегі өте қауіпті белгілердің бірі бұл бізде қан кету. Яғни ол қызыл түсті болуы мүмкін, қоңырқай түсті болуы мүмкін, яғни коричневый, красный выделение болуы мүмкін, кровянистый деп айтады. Даже если мажать етіп келіп жатырса да, жүктілік кезінде міндетті түрде дәрігерге көрінуіңіз қажет. Яғни қалыпты жағдайда жүктілік кезінде ешқандай да қан болмауы керек. Ол белгілі бір аурулардың симптомы болуы мүмкін. Яғни ол низкая плацентация, гематома, замершая беременность деген сияқты, немесе түсік деген сияқты, Жалпы ол туралы толыққанды түсінік алу үшін мен сіздерге осы видеоның астына жүктілік кезіндегі қан кету деп аталатын видеоның ссылкасын қойып кетемін, сол жерден тыңдасаңыздар болады. Яғни кез келген қанды выделениенің бөліндінің барлығында да сіз УЗИ түсіп гинеколог дәрігеріне бару керексіз. Егер түнгі уақыт болса, онда скорый шақыру керексіздер. Екінші, бұл бізде температураның көтерілуі, кез келген температура көтерілуі бұл бізде тревожные признаки, қауіпті белгілерге жатады, яғни ол сізде әртүрлі аурулардың белгісі болуы мүмкін, грипп болуы мүмкін деген сияқты, басқа да әртүрлі аурулардың себептері болуы мүмкін. Сондықтан ол кезде де үйде жатпайсыз. Негізі температура кезінде парацетамол жүкті әйелдерге ішуге болады, бірақ қана қайта-қайта іше бермейсіздер. Сондықтан міндетті түрде гинеколог дәрігеріне және де жалпы тәжірибелік дәрігерлеріңізге өздеріңіздің барып көрінулеріңіз керек. Үйде ұзақ уақыт температура етіп жатып қалуға болмайды. Одан кейін өте қауіпті белгілердің бірі бұл бізде баланың қимылдамай қалуы. Жалпы бала қашан қимылдайды, бала қимылдамай қалса не істеу қажет деген сияқты солардың барлығы менде тоже видео бар арнайы, соның ссылкасын қойып қоятын боламын. Жалпы баланың қимылдауы алғаш жүкті әйелдерде 18, 19, 20 апталарда бастауы мүмкін. Көп босанған келіншектерде ол 16 аптадан бастауы мүмкін. Содан кейін уже қимылдап бастағаннан туғанға дейін сіз бала үнемі қимылдауы қажет. Егер 1-2 сағаттың ішінде бала мүлдем қимылдамайтын болса, бұл уже тревожный признакке жатады. Ол кезде сіз гинеколог дәрігеріне барасыз, немесе роддомға барасыз, скорый шақырып. Сол кезде баланың сердцебиениесін арнайы стетоскоппен тыңдайды, немесе КТГ аппаратпен тыңдай алады баланың жүрек соғысын. Ол кезде де тоже ұзақ уақыт үйде жүріп қалуға болмайды, балам қимылдамай қалды деп. Тағы да жүктілік кезіндегі қауіпті белгілердің бірі бұл бірден резко ісініп кету. Жалпы негізі жүктілік кезіндегі ісіну қалыпты жағдайларда болады, незначительный, ол туралы тоже видеолар бар, ссылкасын қойып кететін боламын. Ал егер бірден резко қатты ісініп кететін болса, өзіңіз байқайсыз, сол уақытта міндетті түрде гинеколог дәрігеріне барасыз, моча тапсыру керек болады, яғни зәрге анализ, давлениені өлшету керек болады, обязательно тағы да қосымша толыққанды тексерістен өту қажет. Олай болуы дұрыс емес, бұл тревожный признакке жатады. Сондықтан ұзақ уақыт бойы ісіну бар бола тұра резкий үйде қалып қалуға болмайды. Одан кейін тағы да қауіпті белгілердің бірі бұл бас айналу жиі, көз алдына әртүрлі дақтардың елестеуі. Бұл кезде давление көтеріліп жатқан болуы да мүмкін. Яғни құлақтың шуылдауы деген сияқты. Бұл бізде преэклампсияның белгісі болуы мүмкін. Яғни қан қысымы жүкті әйелде көтеріліп кетсе, оның қатты бас ауырып, құлағы шыңылдап, бұл өте ауыр жағдайлар. Сондықтан мұндай жағдайда да бірден скорый шақырыңыз, немесе гинеколог дәрігеріне баруыңыз қажет. Сонымен қатар тағы да бір қауіпті белгілердің бірі бұл зуд, жжение, яғни
сыртқы жыныс органдарының қышуы, ашуы немесе жаман иісті выделениялың болуы. Ол кезде де обязательно гинеколог дәрігеріне барып, мазок тапсырып, емдік лечение аласыз. Яғни арнайы свечалар, мазьдар қолдануға болады. Жүкті әйелдерге оны арнайы гинеколог қана тағайындайды. Неге? Себебі жалпы жаман иісті выделениялар, кез келген инфекциялары бала босанып жатқанда туу жолдары арқылы балаға жұғуы мүмкін, немесе сізде ерте босану қаупі болуы мүмкін, немесе суды ерте кетуіне алып келуі мүмкін. Сондықтан уақытылы ондай жаман иісті выделение, қышыну, ашыну, солардың барлығын уақытылы емдеу қажет. Тағы да бір қауіпті белгілердің бірі бұл бізде су кету. Яғни су кету кезінде, егер туғанға дейін, сіз босанғанға дейін, яғни 37 аптаға дейін су кететін болса, жалпы су кететін болса, сіз міндетті түрде скорый шақырасыз. Неге? Себебі су кеткен кезде, су кету туралы тоже видео бар, арнайы сол жерде ссылкасын қойып қоямын. Ол өте опасный, өйткені сіз сусыз периодта ұзақ уақыт үйде қалып қалсаңыз, толғақты күтіп, себебі толғақ болмауы да мүмкін, иногда басталуы да мүмкін, әр жағдайда әртүрлі. Сондықтан сізде толғақ болмай тұрасыз, егер толғақ болмай тұр деп су кетсе де скорый шақырмасаңыз, безводный период ұзақ уақыт қалып кетсе, сізде инфекция түсуі мүмкін, хорион амнионит болуы мүмкін, дальше әртүрлі асқынуға алып келеді. Даже сепсиске дейін, жатырды алып тастауға дейін әкелетін жағдайларға апарып тастауы мүмкін. Бұл өте қауіпті нәрсе, сондықтан су кетсе бірден скорый шақырыңыздар, қыздар. Су кету туралы тоже видеоның астына ссылкасын қойып қоямын. Және тағы да бір қауіпті белгілердің бірі бұл бізде құлап қалу, жүктілік кезінде травма алу, қандай да бір соғып алу болады. Енді жалпы көптеген қыз-келіншектер келіп жатады, балам ішімді соғып кетті дейді, немесе құлап қалдым дейді, бір жерге соғып алдым дейді, бір нәрседен столдың үстінен құладым дейді. Бұның барлығы травмаларға жатады, сондықтан міндетті түрде ол кезде тоже үйде отырып қалмайсыз. Кейбір қыз-келіншектер қанша травма алса да үйінде жата береді. Ондай адамдар бар, болмайды. Бірден скорый шақырасыз, құласаңыз, немесе гинеколог дәрігеріне келесіз, обязательно УЗИ түсу керек, баланың жүрек соғысын тыңдау керек. Егер қажет болса, сізді ауруханаға жатқызады. Міне, жүктілік кезіндегі өте қауіпті белгілердің барлығы осы, бұл тревожный признаки деп аталады. Бұны кез келген жүкті келіншек барлығы білуі тиіс. Қыздар, егер видео пайдалы болды деген үміттемін, осы видеоны өздеріңіз жүкті келіншектерге, таныс құрбы қыздарыңызға жіберсеңіздер болады.